Саламатсыздарбы, урматтуу агайын журт. Мен дагы жогоруда айткандай ушул Кочкордун кулуну болом, тоңбоюндардын биримин. Мен сиздерге ушул 19-жылдын экинчи жарымынан баштап ушу 20-жылга чейинки ушу биздин өрөөндөн чыккан эл арасында көп айтылбай жүргөн инсандар жөнүндө айткым келет. Анткени Кочкор жөнүндө сөз кылганда атактуу адамдар көп. Ушул атактуу адамдар жөнүндө так айтылып келип, анын айрымдары көбескелиги болот да. Эми белгилүүлөрдү болсо көп эле айтышат. Мен ушу белгисиздер жөнүндө айткым келип атат. Бирок сөзүмдүн башында Кочкор өрөөнү жөнүндө бир аз токтолсом. Кочкор өрөөнү жөнүндө тарыхый маалыматтарга карасак, Кочкор жөнүндө маалыматтар өтө көп. Эски замандан бери маалыматтар көп. Ушул Кочкор негизинде өз деңгээлинде гүлдөп турган мындан 1000 жыл мурун Караханлер мамлекетинде ушул жерде чоң шаар болгон Кочкор башы деген. Эми ал маалда элдин баары өз тилинде сүйлөгөндүктөн ошол Кочкор башы, Ат башы, Козу башы, Марал башы, Эчки башы деген аттар менен атай берген. Ошол Кочкор башы деген шаар калды. Жана Тынчтыкбек айтып кетти. Азыр Кумдүбөнүн аймагында жатат. Бул жер чоң шаар болуп, анан ушул Кочкор башы деген сөздөн кийин башы калып, анан Кочкор деген аталыш ошондон келип чыгып атат. Эми ушул Кочкор башы жөнүндө сөз кылганда, мына бүгүн биздин Илимдер академиясынын, анан Улуттук университеттин археологдору изилдеп казып атышат. Бул жерде чоң кагандардын мавзолей күмбөзүн таап атат. Бул күмбөз ушул Караханлер мамлекетин негиздеген Сатык Бугурахан деген болгон. Ошол киши биринчи мусулман болуп, ушул мамлекетти негиздеген адам. Ошонун небереси Абу Муса Хасан Харун ибн Сулайман Сатыктын небереси. Ушул киши биринчи жолу ал маалда мамлекеттин борбору азыркы Токмоктун жанындагы Баласагын шаар бар. Баласагындан чыгып, тетиги Өзбекстандагы Бухара шаарынын Самаркандды биринчи жолу басып алып, ошол жерге барганда жана жер жемиштерди көп жеп алып ооруп калган экен. Анан ошо оорусуна байланыштуу кайра келе жатканда ушу жолдон казып алып, өзүнүн борбор шаарына жетпей, Кочкорду казып алганда Кочкордо көмүлгөндүгү жөнүндө маалымат бар да. Мен муну сиздерге кыскача айтып атам. Андан кийинки тарыхый маалыматтарды Кочкор жөнүндө бул Аксак Темир Темурландын заманында жакшы кездешет, аны тарыхчылар жазган. Андан кийин ушул Кочкор жөнүндө дагы жакшы маалыматтар жазган. Бул 15-16 жылында жашаган, 15-жылдын аягы 16-жылдын башында жашаган Мухаммед Хайдар деген киши Тарих Рашид деген китеп жазган. Ошондо ошол киши Кочкор жөнүндө дагы жазган. Ошол Рашид ханды бизде Санжарада Эреше хан деп коет. Ошо Эреше хандын ушу борборун Кочкор кылган. Ушул жерге хан ордо салып, анан кийин кыргыздардын күч алганынан коркуп, кайра Кашкардан кеткенге аралашып калган. Ушул себептүү биздин өрөөн тарыхка бай өрөөн. Бирок аны эми мен бул өрөөндөн чыккан адамдар жөнүндө айтсам, эми баары эле дегенде Ормон айтышат. Ормон хандын азыр көбүрөөк билип калышты. Ормон хандын эң чоң кызматы бул ушу кыргыздардын башка элдер менен тең өз алдынча мамлекет кылам дегенде жатат да. Мисалы үчүн биз себеттер сөзүнүн маалында кыргыздардын автономдуу өз алдынча мамлекет болобуз деген Абдыкерим Сыдыков баштап турган инсан чоңотуларыбыз, алар бекер жеринен көтөргөн жок маселени. Себеби дегенде кыргыздар 19-жылдын ортосунда эле ушу өзбектерден, Кокон хандыгынан өзгөчө, казактардан өзгөчөлөнгөн эл экен, өз алдынча мамлекет курабыз деген ниетти болуп, ошого элдер моюн калтанып калган. 19-жылында эле кыргыздар ошого даяр болчу. Ошонун урпактары кийин Өзбекстанга кошулат, Казакстанга кошулат дегенге каршы болуп, өз алдынча мамлекеттик күрөштү. Андан тышкары, Ормондон тышкары эми Калбул чоңотаны билесиңер, Олия деп. Ушул Калбул чоңотанын мугалими деп жакында мына азып туугандар эртең урултай өткөргөн атат. Ушул Сопата деген дагы бир чоң суфий адамыбыз болгон. Бул жөнүндө көп айтылбай келатат. Болбосо ушул Кочкорду жетип турган саябырсын чоң бийи метет аткан сөөгү жатат Кочкордо. Ушул сыяктуу атактуу адамдар көп. Бирок мен Кочкордон чыккан белгисиздерден кылып атам да. Себеби дегенде Россия бизди 19-жылдын ортосунда башталгандан кийин 1868 жылы жана болуштук право деп болуштук системаны киргизген. Ушу болуштук системаны киргизгенде
ең бірінші 68 жылы Сарыбағыш ұрысы 4 болышқа бөлінген. Біріншісі Тынай, бұл Кемінде болған. Екіншісі Темірболат. Біз барлық сөйлеміз Темірболат сөйлеп қосқан. Темірболат адегенде Ысықатадан кегеті менен Бордыға чейін жерде болған, жүлі болған. Анан Есенбұл болыштығы. Бұл жана буымдан тартып, бұсырыптан тартып. Тияғы Ысықөлдің балықшыға чейін, бия осы Тоңдың Семізбелді, Қочқордың башы. Үшінші жерде Есенбұл болыштығы болған. Ал енді төртінші Борықшы болыштығы осы азырты Қочқордың башы тарағындағы Комсомол тараптағы жерлердің барында тияғы сөйіп қарап қалып, бияғы жоғын арқа чейін жерде болған. Ұшыл төрт болыштық түзілген. Ал енді ұшыл ел Қочқорға қашан бар масалықты келіп қалды дегенде 2 жылдан кейін 1870 жылы орыстар ұшыл Сарыбағыш ұрысы орыс билігіне қарсы тұрады. Бұлар жаңағы ел көп жете тұрса, жаңағы көтеріліске жақын деген бір аныстың металл орманыстың тәсірі бар деген ойменен жүгітімен администрация ұшыл Сарыбағыштарды қысым қыла баштады. Өзгөчө Төрөбелді башында тұрған керікшіменен ұшыл металы тұрған Есенбұл елін Ысықөлдің және Шүйден көшкенге ырғасыған Төрөбелді башында тұрған керікшілерді Борықшының орнына көтеріп, Қочқордың батыстарына. А Борықшының осы Есенбұлдың болыштың орнына Қочқордың күншілкісіне көтеріп, ал енді Есенбұлдың болыштың осы Атбашыға көшірген. Ошентіп, Сарыбағыштардың жоғын тобы Қочқорды келіп мекендеп алған. Енді ұшыл орыстардың құрамына кіргеннен Қочқордағы елдердің арасынан бір топ адамдар ел билеген адамдар болған. Мысалы үшін ұшыл жерде ошол Орман ханның бір туған инisi, енжінесі Рысқұлбектің сөйі жатады. Рысқұлбек Қочқорда өлген. Аның баласы Қайду Османдар ұшы жерде жашап, Атбаш ұшы жерден кеткен. Андан кейін ұшы жерде Қочқорға алғаш көшкілен Орманның башты қатары Жапай Бөкташ, Орманның төбіресі. Ұшы жерде ел билеп, Үркүннің башында, көтерілістердің башында тұрған. Андан башқа мына бөлі айтып келе жатыр. Ұшыл атақты кісілерден Орманның несі Түркінің балдары Тезекбай Бауман дегендер болған. Бұл болса мына Борық жерінде Үріскен Садырұлы, Исаның баласы Садырдың Үріскен деген баласы ел билеп жүрген атақты адамдардан болған. Андан сырттары Шамен, бары біледі, Шамен үш жерде жашаған, үш жерде қаза болған. Шаменнің балдары Байтырек, аның балдары Балбақ менен Бекшерұлы үш жерде болған. Андан Нады көбірісінен көбеген ажы Күнтуғанның балдары. Дөлет құлдарда үш жерде жашаған. Орманның Чарғын деген оның неврелері, Орман неврелері, Чарғын деген. Жаңғыршы, Ямыншы, Шерикбайлар жақында болышқан. Егерде батыс жағына айта тұрған болсақ, Керексімісінде Абайда билген Ачарстандар деп атаққан Шерботы, Нарботы, Төрөбелді, Садыққан деген атақты батыр балдар болған. Ошолардың тұқымдары ұшы жерде Темірболат, Шамырза, Абайда болыштардың билеп өткен ошолар болған негізінен. Алардың арасында ең атақтылары мысалы үшін Шерботының Елтой деген ұлдың баласы Мұраталы, Елтой өзі, Өтенбай, Табыш деген. Андан башқа белгі Қанақ жаңа айтып келген. Жаңа Шерботының баласы Қырқжиып Беккенді атақты мүше болған. Ал Беккенді баласы Тоқтосында болыш болып өткен. Ал енді азық туғандардан болса, осы жерде азықтар 1901 жылы өз азықша болыш түзіп, Қочқор болышты өтілген дейін бірінші болыш болып азықтардан Сатылған Сұбатаев деген адам болған. Осы болышты бөліп, өз алдынша азықтардың өз алдыншалығын ара кеткілған кісілер бұл Теңіз Қонышбаев менен Маврубай Сейітовтер болышқан. Ошондай эле ошол азықтардың ішінде дағы бір бай киши болған Дыйканбай деген. Ошонун балдары да кийин бұл Сарыбай Дыйканбаев деген өз жылда бір күнде ушул азық урушун Қочқор элин көтөрүштүн башында жетектеп жүрген кишилердин бири болгон. Булар жөнүндө көбүрөөк маалыматтар айтылбай жүрөт. Эми бир эсере калды, кыскартан ушул Қочқордо эң алгачкы соода кылган адамдар болгон. Орустар келгенден мурун кыргыздар мал менен жүргөн кыргыздар соодага өтүп, ушул малды Россиянын Уфа, Казанга чейин соодалашкан адамдар болот экен. Ушу эң алгачкы соодага катышкан Шерботонун балдары Элтой Мұраталы менен Сүрөкмөт ажы. Шерботонун Бостонун Төрөбелдин баласы Чоктараны Жакып Али деген булар атактуу соодагер болушкан. Муну Осмоналы сыртча жазып атат.
Бұлар елден мал сұрабайды, өздері ақша тапқан кісілер, саудагерлер. Ал эми билебиз, ошол маалда динге да мамиле кылышкан, анан ушул ажылыкка барыш үчүн көп оокаты бар кишилер болгон. Кочкордон жоон топ адамдар ажылыкта, көп ажылдар. Мисалы үчүн мындай айтсак, эң биринчи ажы ушу Ормондун иниси түлкү, биринчи жолу түндүк кылычтаган түлкү ажылыкка барган. Андан Куланбай ажы, Бектин ажы, Төрөгөлдүн неберели Муратов ажы, Батыркан, Чоткара Жакып ажылар, Чоткаранын Амир ажы, Эртөйдүн Тилекмат ажы, Канат ажы сыяктуу ажылар өтө көп. Андан башка жана да бир айтып кетти, мечит, медресе салган инсандар болгон атаптуу. Ошолордун арасында эң биринчи ушу түндүк кыргыздар боюнча биринчи мечитти Ормон хандын уулу Чаргын Тегисекелдин Чырпыктуу деген жерине 1868 жылдан 1882 жылдардын ортосунда курдурган. Ал эми Кочкордун өзү болсо Канаттын мечити жана айтылды. Анан Тезекбай Түлкүлүнүн мечити бар. Ал эми биздин өрөөнөн чыккан көптөгөн өнөрпөздөрдү билебиз. Өзгөчө Сагынбай манасыны, Шапак манасыны азыр чачан айтып жүрөбүз. Бирок ошолордун арасында мына Молда Куштайды жүрөбүз, биринчи жазуучу акын деп. Бирок ошолордун арасында комуздун эң жогорку деңгээлде ойногон Кудайберген Үркүнчүлү, Төрөгөлдүн небереси. Бул жөнүндө такыр айтылбай калды. Ушу Кудайбергендин же болбосо Ормон хандын уулу Сейил хандын баласы Муса, Чоң Муса деп аталган, 39 декадага барып катышкан Чоң Мусанын бүйлөрүн Манаттын баласы деп жазылган, Мусаны жазбай коюшкан. Ушу Муса Чоң атанын комуздун бүйлөрү айтылбай калды. Булар жөнүндө эскерүү такыр болуп кой калды. Ал эми билим алып, сабаттуу болуп, ушу интеллигенция болгон адамдар, мисалы Молда Кылыч билимдүү болгон, Осмонбай Кыдыркулу, Анна Кас Жаркынбай молда, Касым Ыбыке уулу Канаттын иниси суфий болгон экен. Канаттын балдары Исак Исада окуган, Жапар Исадов бул орус түзөм мектебинде окуган. Нарынкул Айбер уулу Чоткаранын уулу Жакып Молдонияз, Эрмек Молда Мусапыр Ормон хандын чөбөрөсү. Ушу сыяктуу билимдүү адамдар көп болгондо, эми убакыттын байланышында мен айтайын деп аткам, бирок кыскартайынчы. Ушундай эскерилбей калган адамдарыбыз көп аял Кочкордо. Ол жерде бир 4-5 киши эскерип коюп алып эле, ушулардан башка кишилер жок экен деп эле ойлой беребиз да, бирок Кочкор чынын айтканда чыгаан адамдардын мекени. Биздин бабалардан көп адамдар чыккан. Мен калар элем, Үркүндүн жетекчилери чыккан. Бул жерде Канат Ыбыкеден башка дагы ал Кочкордун күн батышын көтөрүп барып Токмокто согуштан. Ал эми бул жерде столык менен талкалаган. Кочкордун бүт чыгандагы Ниязбек болуштугу, Борукчу, Жоолар, Себизбек болуштар согуштан. Алардын башында Тезекбай турган, хан көтөргөн адамы. Ушу сыяктуу көбөгөн оюштурган адамдарыбыз көп айтылбай, эскерилбей калат. Мен айтар элем, ушундай эскерилбей калган бабаларды дагы эстеп жүрсөк жакшы болот деп. Көңүл бургандарыңыздарга көп рахмат.